жақсылар, әрбіреуіміз осылай тамашада толы болсын ағайын. Бүгінгі тойымыздың алғашқы бастауын, алғашқы құрметін қасиетті Ақбатамен той бастайық ағайын. Сол Ақбатаны бүгін Марат ағамыздың төріне шығып жатқан Шалышқылы елінің көшбасшы болып келген үлкен құдамыздан бата сұраймыз. Қалған жақсылар аумин деп алақан жайыңыздар ағайын. Бүгін Марат бүгін көптен бата алам деп той жасап жатыр. Сондықтан той басын батамен бастайық. Дұға шүкір болыңыздар ағайын. Ağa, size bir bata veririz. Қарнымыз тойса үйі сөйледі елегеміз ағайын. Сондықтан бір төртесімен ертеден көрейін, қалжақтай сұрасы болсын ағайын. Рахмет, той құтты болсын ағайын. Енді қадірмен жақсылар, мен бүгінгі Марат ағамыздың шаңырағындағы мына Құдай қосқан құдалық тойдың алғашқы бастауын 18.000 әлемді жаратқан мейірімді Алланың атымен бастағым келіп жатыр ағайын. Аллаға сансыз шүкір болсын ағайын. Қараңыздаршы, Алла Тағала бүгін Шынарана салтанат сарайында Ақ-дастарханның төрінде бір-бірлеріңізбен қауышуды, бір-бірлеріңізбен табысуды, ең бастысы бүгін Нұрсұлтан мен Динараның махаббат тойының алғашқы қошеметін ұруды сіздерге нәсіп етіп жатыр ағайын. Сондықтан сол нәсіп еткен қошеметті ұрсаңыздар, бір қошеметпен той бастайықшы ағайын. Той құтты болсын ағайын. Ей рахмет. Сөздің басы бісміллә. Бісмілләсіз іс қылма дейді ағайын. Ал бісміллә сөз бастайын бір Аллаға сыйынып. Ағайын туған арымыздың шаттыққа тұрған жиылып, алдыған шықты асаба күрімтайдай түйіліп, микрофонды қолға алдым, қаршығадай жиылып, жақсыменен жайсаңдар, келді бүгін дүбірлетіп той жасаған Марат ағамның шаңырағындағы Құдай қосқан құдалық тойға жиылып, дәл бескен бидайдың сабағындай, ассалаумағалейкум деп, мен де бір сәлем берейін дейілім мұсылманша ағайын. Той құтты болсын жақсылар. Енді ағайын білесіздер, той Алланың қазынасы дейді. Міне мейірімді Алла қоймалынан құт, беткейінен сүт көтпеген, неге жетеді соған шүкір ете білетін, есігі ашық, ағайын міне куәсі болып жастар. Дастарханы жаюлы, асы әрқашанда әзір тұратын, келер қонағына табағынан бұрын жылы қабағын ұсынған, үлкенге құрмет, кішіге іззет берген Бекжановтар отбасында Марат ағамызбен Гүлзидай жеңгеміздің оттың басына ошағының қасына Алла бүгін қазыналы қуаныш төгіп жатыр. Бүгін әулеттің қазыналы қуанышы құтты болсын. Шаңырақ көтерген Нұрсұлтан мен Динараның тұғыртасы мықты болсын. Ұл-қыздарыңыз ырысты, менің Марат көкем мен Гүлзи жеңгемнің тек осындай тойы шығысты болсын деген ағайын болатын болса, ағайын ұратын қошеметтің мына сынайтын адам барсам емес, бір сыйлайтын адам барсам, столдың астынан қолды шығарып, Марат Гүлзи той құтты болсын деп бір қолды көтеріп бір қошемет ұрайықшы ағайын. Қонады қошемет десін болады енді ағайын. Рахмет қошемет ұрып жатқан жақсылар. Алла шаңырақтарыңызға шаттық, бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін. Өсіріп жатқан ұл перзенттің рахаты мен шаттығына келеліңіздер. Жақсылар, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Ал енді бүгін Бекжановтар отбасы Марат ағамның 1000 жылдық төріне шығып жатқан Шалышқылы елінен келіп жатқан жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын құдалар. Төрлеріңіз тұғырлы, өмірлеріңіз ғұмырлы, мейірімді Алла әрқашанда осындай алтын бастарыңызға алтын төрден табылдыра берсін деп, менің Марат ағамның 1000 жылдық төріне шығып жатқан құдаларға төрге шыққандарыңыз құтты болсын десек, Ерман құдамыз бен Гүлайна құдағимызға төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, бір қошемет ұрайықшы, құдалар құрметті болсын жағай. Рахмет. Ел ағайын, мен осымен саулық сәлемді тоқтатайын. Енді сөздеріміз істе нәтиже шығарайын. Менің енді Марат көкем бүгінгі тойдың асабалық тізгінін маған сеніммен тапсырған.
Менің міндетім тойды қызықты өткізу ағайын. Жасына қарай, жолына қарай тілекті беру. Тойдың басында айттым ғой, бүгін тойдың барысы екі ел табысатын, екі ел қауышатын, қауышып болған соң танысатын, танысып болған соң құдалы құтты болсын деп төсті қағысатын той ағайын бүгін. Ал енді қауышып жатсыздар, табысып жатсыздар, кезекті ұрсақ берсеңіздер, танысуға берсек ағайын. Екі елді бір жаста таныстырып алайық, кейін әдемі жастарға деген, құдалыққа деген тілекті бастаймыз. Енді ана қызметте жүрген аға жеңгелер, қыздар, сіздерден бір өтініш, 5 минут сіздерді сабыр сақтап тұрыңыздар. Мына сусынды қоя тұрайық. Бір көңілді беріп, назарды аударып, бір әдемелеп танысып алайықшы ағайын. 10 минут сіздерден өтініш, шулабай әдемелеп. Танысу кезегі құдалардан бастаймыз. Төрлетіп төрге шығып жатқан Динарадай қызда құтты жеріне қондырған Ерман құдамызбен Гүлайна құдағымызға бақыт тілек берген құдамыздың ағайын туыстарымен танысып аламыз. Жаңа құдалар. Кім таныстырайық жаңа құдалар? Біз микрофонды ұстайық. Құдалар өзіңіз бе? Келіңіз, бір әдемелеп жақсымен жолмен танысып берсеңіз. Солардың арқасында танысып, құдалығын отырмыз. Мен өзім жақтың келген құдаларды құдағыларымыз таныстырып өтсек. Бір шетінен кете берем. Иә. Бірінші ағамнан бастайсыз ба? Менен үлкен ағам. Әкеміз өтіп кеткен құдаларымыз. Аты Нұрлан. Бір тұрмай өміріңізді. Менің анам аты Сабаргүл. Хаттырек болсай қапамын. Құдағиларымыздың анасы аты Рахима. Құдағиларымыздың анасы. Енді қайтадан бір шетке кете береміз. Мына кісі бажам болады. Абдулла. Қайнағына Хамза Гүлі. Кейінгісі Сайлау Гүлі. Қайнағамыз. Келесі отырған нағашым, менің нағашым. Төребек. Келесі тоже нағашым. Фюрхол аты. Нақсы жиенім болады. Аты Камал. Кейін жаңағы үш адамнан тарағанымыз екіншісі. Кішісінің баласы аты Арман. Ұлағының інісі ма? Ұлағының інісі ма? Жоқ, айын інісі. Кейінгісі үлкен шалдың баласы. Аты Бауыржан. Кейінгі отырған менің туған інім. Біз төрт ағайындымыз, соң екіншісі. Есімі кім құлаңыздың? Елмұрат. Өзің қалдың ғой өзің. Мен соңын айтып ел құдағиларымыз жас бөлектегі аты Бәйна. Хаттырек болсай. Мына жерде отырған жеңгеміз. Есімі Қайынса. Мен жеңге болып келдім. Мына кісі Қайынмен әпшесі. Құдағиларымыздың әпшесі. Аты Зейнеп. Кейін отырған мамасы. Нағашы несі болады. Есімі Нұрымсақ. Кейін жанында отырған әпкесі болады. Құдағиларымыздың туған әпкесі. Үш қыз, соның үлкені. Құдағиларымыз орнасы. Майра есімі. Берді отырған Гүлзиба кішісіндісі. Енді қарайға кетеміз. Құдағилармен мен бір ұл үйлендірдім, бір қыз шығардым. Ол екінші қызым шығарып отырмын. Мына үлкен ұлымның үйдегі құдағи. Келіннің анасы. Есімі Гүлжан. Кейінгісі қызбенмен деген қыздың. Соның қайненесі. Есімі менің құдағиым. Есімі Роза болады. Мына құдашаларымыз болады. Мен туған құдашам.
Sizlerin ulaşan, benim karnındasın. Esimi Gülcan. İkincisi Marcan. Özge karnındasın bu. Gülcan. Bu ağanın ünlüğü çekiyor. Esimi Halil'de bu. Кейінгі жаңа Шұшақ дегеннің Шұшақтанның Ульян деген келіні. Есімі Шекер. Шекергүл. Болды ма? Сол сіздердің бен қалаларыңыз есімі Ерман. Шаңшық елесі, соңшылық дейді. Сол Рахмет. Бәрекелді. Шаматы бітіресеңіздер, ерлеріңізді ағайын шапалақтай қой, соғып шықылады бұрынды. Арнайы құлағын өзің орнынан тұрып келген жастарды бір әдемелеп табыстырып етті ағайын. Бағаларын баяғыдан біледі, берім болсын босаға деп тіледі. Босағасын қадірлеген қазақтар бөрімдерін босағаға іледі. Босағада береке бар, ырыс бар, босағадан басталады жұмыстар. Құламасы тіккен атау жастардың қадірменді құдалары құтты болсын. Марат құдаларыңызбен гүлзей құдағиларыңыздың Ардасархан төрінде аттап басқан қадамдарыңыз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалар Алла Тағала осы әулетке ырыс ынтымағымен келтірген болсын. Енді Алталаштың басын қосылса да ардақты ағайынның басын қосып, кешегі қандар ұқтылас билер билескен қан сарайының ішіне баршамызды бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай, адал еңбек Ақбеймен Ардасархан жай осы қуанышты бөлісіп жатқан Марат құдаларыңыздың, гүлзей құдағиларыңыздың ағайын туысқан бауырларымен таныс болыңыздар. Әулетті кім таныстырады мәке? Өзіңіз таныстырасыз ба? Келіңіз, микрофонды ұсынай. Жасымен рахмет, мына құдаларға қазір таныстырып, бәрін ағайын туысқан, нағашы жиендерін таныстырғанына рахмет құдаға. Енді мен өз жағымнан таныстырып кетейін. Менің ең үлкен ағам біздің жаңағы шалдардың ішіндегі ең қазіргі неміз, қариямыз Жорабек көкем. Оның алдында отырып тұрған Іңгәрбек ағам. Бұл кісі Камал деген, Гаухарбек деген атамыздың үлкен ұлы. Іңгәрбек Камал деген бабамыздың ұлы, екінші ұлы. Енді Жорабек деген ағам өмірден өтіп кетті, содан кейінгі. Ал мына алдында отырған жездем, үлкен әпшемнің күйеуі, үлкен жездем. Енді мына жақтан келсек, мына отырған Асқар деген ағам, менен үлкені Асқар ағам. Ал жанында отырған Сайфы деген ағам, Сайфыдин аты. Бұл кісінің әкесі дүниеден өтіп кеткен, ұлы отан соғысының ардагері, ауылдың үлкен қария азаматтары бірі. Бұл кісі қазір дүниеден өтіп кетті. Мынау жанында отырған інім Бақыт аты. Бұл кісі Қалдаш деген көкемнің үлкен ұлы. Бұл жанындағы келінім, осы кісінің, осы інімнің үйіндегі келін. Мынау қара шаңырақта сөйекті отырған жаңағы Қалдаш көкемнің үйіндегі Майяр деген інімнің үйіндегі келін. Мынау Бақтияр деген інім бар, Бақыттан кейінгі, соның үйіндегі келін. Ол інім дүниеден өтіп кетті, енді соның үйіндегі қара шаңырақтың егесі осы. Бұл кісі менің ағам Ербек. Бұл Балабек көкемнің үлкен ұлы. Ербек. Сол кісінің үйіндегі жеңгей Феруза. Мынау Ербектен кейінгі Мадияр деген. Бұл енді екеуміз түйдей жасымыз, әрі жақын, әрі құрдасым.
екеуміз жаңағы балыққа бірге барып әбден келесі тоздырғанбыз. Мынау Нысан деген апамның үшінші ұлы Махамбет, әрі жақыным, әрі кластасым. Менен талай төбеден сырттаған кластастар. Ал енді мына ертегілерді таныстырып кетейін. Мына столда отырған менің кластастарым, құрдастарым, бәрі отырған стол. Мынау Жәкен, Әубәкір деген директор болған мектептің соның баласы. Мынау Ақырал, Сапар деген көкемнің үлкен ұлы. Мынау отырған Омар, менің жиенім. Кәрім деген жездем, сол кісінің екінші ұлы жиен. Мынау жақыным Мейірхан. Мынау бөлім, әрі кластасым Әбдіркісі. Мынау Нұрмахан, бұл да кластасым. Мынау жаңа Ақыралдың үйіндегі құрдас Бақтыгүл. Мынау Кәрібай кластасым үйіндегі құрдасым Гауһар. Мынау жаңағы Махамбет үйіндегі құрдас. Мынау Бахияр деген кластасым үйіндегі құрдас. Алматыда тұрады, тезелері есе шығады, ұзалғас. Мынау күйеу ағам, екіншіде қарындасымның Сейфкар. Мынау Бақытжан тұр. Бұл да бөлім. Бақытжан кластасым әрі бөлім. Мынау Қалибек, жаңа Ермектің үйіндегі төртінші ұлы Қалибек аты. Анау Бақтияр, екінші сол үйіндегі. Мынау менің ұлым, үлкен ұлым, аты Дәулет. Мынау үлкен келінім, осы Дәулет үйіндегі үлкен келінім, аты Нәзір. Мынау жаңа Қалибек үйіндегі келін, аты Дилә. Мынау өзімен кейінгі інім Қанаттың үйіндегі келін Шолпан. Ал мына жақтан жеңгелерді таныстырайын. Мынау жаңа үлкен Сәбит деген ағам үйіндегі жеңгем Зина. Мынау Далиға жеңгем Кәрбек көкемнің үйіндегі. Мынау Мұрат көкем үйіндегі жеңгем Ағима. Мынау өзімен ағам Асқардың үйіндегі жеңгем. Мынау үлкен әпшем. Мынау жездем үйіндегі үлкен әпшем. Жұмагүл әпшем. Мынау Қалаш көкем үйіндегі жеңгем Нұрсұлу. Мына жақтан мынау Сайфуллин көкемнің үйіндегі әпше ұл болсын. Ал мынау төрдегі отырған жаңағы үлкен ұлымның қайненесі Жасыгүл. Алдында отырған өзінен кейінгі қарындасым Нұрсұлу. Мынау кішкентай қарындасым Нұржамал. Мынау Ермектің жаңағы Ерекең үйіндегі қарындасым Назым. Мынау туған бөлім. Өзі менің анам ең қыз болған. Соның Күләш әпшемнің үлкен қызы Құрбанкүл. Мен келін бөлім Мұраттың үйіндегі келін. Мына Рахила, бұл жолдас балам
құрдастарым, Рахила, мынау балдызым, Гүлзахира, кейін тағым балды. Анау сіздердің құдағиларыңыз Гүлзи. Ал менің есімім Марат. Құдаларыңыз. Қош келіпсіздер, көргеніңіз құтты болсын. Рахмет, мәке той құтты болсын. Мынауды бәрін таныстырыңызда, жеке-жеңді келгеніңізде анау дедіңіз бұл кісіні? Бізде жерде 50 адам бол мынау деп сізді анау деді ғой жеңеше. Үйреніп қапсыздар, бірақ сізде үйреніп қапсы, анау демес сырасы тұра салды бұл кісіде. Ал ағайын, той құтты болсын, таныстың құрметіне бір қол соғып қояқшы ағайын. Міне, қадірменен жақсылар, ардақты ағайындар, бүгінгі тойымыздың алғашқы бастауы, алғашқы құрметі екі ел табысып жатса, бір тойымның болары сөзсіз менің, бірақ қай күн екенін айта алмайын демекші. Осы менің Марат ағам мен Гүлзей жеңгем ұйықтаса түсінде ояу жүрсе есіне алған арман еді. Нұрсұлтаным өссе, ер жетсе, шаңырақ көтерсе, шаңырақта келін келсе, сол қуанышты жақсылармен бөліссек деп еді ағайын. Міне Аллаға сансыз шүкір болсын, сол қуанышқа қол жеткізіп жатқан бүгінгі Бекжановтар отбасындағы Марат ағамыздың шаңырағындағы Құдай қосқан құдалық тойымыздың біз аталы ақ тілегін бастай ағайын. Енді бүгінгі тойымыздың алғашқы аталы ақ тілегін бастайтын осы қасиетті шаңырақтың көшін алға тартып, бір ауыз батасымен қаншама жақсылардың бағын ашып түген батагөй аталарыменен ақшалығына кір тигізбеген мейірімді аналарын асаба төріне шақырамыз. Той құтты болсын деп бүгінгі тойымыздың қазыналы тілегін осы елдің қазыналарынан бастаймыз ағайын. Ал енді бүгінгі тойымыздың алғашқы аталы ақ тілегін бастайтын Алла Тағала Жорабектей атамызға нәсіп етіп жатыр ағайын. Сол нәсіп еткен тілекті Жорабек атамыздан бастасақ. Жорабек ата той құтты болсын. Сахна төріне келсеңіз өзіңізден бір тілек алсақ деп жатырмыз. Өзіңіздің тілегіңізді әрмен қарай жалғастыратын Іңкәрбек атамыз келіп жатыр. Асқар ағаларымыз келіп жатыр той құтты болсын деп. Ермек ағаларымыз келіп жатыр той құтты болсын деп ағайын. Сол екі жастарды асабаның төріне шақырайын. Зейін апамды шақырайын. Бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеттірген анамыз. Нұрсұлу апа келіңіз. Нағим анамызды, Ұлданай, Дариға, Ұлбосындай апаларымызды, даналарымызды тілектің төрінде іздер құрметпен әдемелеп қарсы алайық. Келіңіздер әулеттің үлкендері. Şaşıp kaldı, ayımın dökülüp cananı. Benim sevdim al benim sevdim, benim sevdim soğuk yoladı. Benim sevdim al benim sevdim, benim sevdim soğuk yoladı. Ассалаумағалейкум, қадірменді аталар, ақшалуық таналар, тойларымыз құтты болсын. Ағайын, қартылар еді қазынасы бар дейді. Міне бүгінгі Марат көкемнің әулетінің қазыналарын мен тілектің төріне шақырып жатырмын. Енді кішкене сабыр сақтасаңыздар, осы еліміздің қазыналарының қазыналы тілегімен тойды бастасақ. Жорабек ата той құтты болсын. Өзіңіздің бүгінгі тойымыздың тілегін бастайық. Енді той көремін. Ассалаумағалейкум. Тойға жиылған көпшілік. Осы той бәрімізге жұғысты болсын, құтты болсын. Жастар өсіп өлсін. Марат пенен келін екеуі осы немере шөбере сүйімді Алла нәсіп етсін. Бәрімізге осы жұғысты болсын. Келешекте осы халқымыздың, еліміздің елеулі қалаулы перзенттері болуын нәсіп етсін. Үлкен семьялы, бақытты семья болуын нәсіп етсін. Осы той бәрімізге жұғысты болсын. Амин Аллаху акбар. Амин ата, батаңыз қабыл болсын. Тұнда да Марат көкем бүгін баталамды той жасап жатыр. Батаңыз қабыл болсын. Әрмен қарай тілек жалғастырайық. Көпе құтты болсын. Айналайын Марат Гүлзей. Мына бүгін қуаныштардың ортақпын. Құда. Так, ана бересің. Алло. Құда мұңжылық болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Еліміздің ауылындағы бір абыройлы отбасылардың бірі болсын. Осы бүгінгі тойдың жағы
қызықты болып өтуі осында отырған өзімізге байланысты. Сондықтан өнерлеріңіз болса, өнерлеріңізді ортаға салыңыздар. Дұрыс па Беке Рамадан? Рахмет көкем, асабаның әкесі де ағайын, асабаның қадірін біледі ағайын. Рахмет көке, той көріңіз, аман болыңыз. Әрмен қарай тілек жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, құдалар, жаңа құдалар. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Інім Марат, келінім Гүлзей, бүгінгі мынау құда тойларың құтты болсын. 2 жас бақытты өсін. Құдалығыңыз 1000 жылдық болсын. Той қыла берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті Сарыағаштан келген құдалар, мынау төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жастарыңыз бақытты болсын. 1000 жылдық құда болыңыздар. Ал мынау Марат ініменен Гүлзей келінім, мынау Нұрсұлтан деген баламыз өте талантты, өте өнерлі жігіттердің бірі. Осы жігіт міне өзінің жағын таңдап бүгін бас қосып, құдалықты басқа, міне тойдың бастамасын бастап отырмыз. Осы құдалықты бәріміз атсалысып жақсы өткізейік ағайын. Есте қалатындай қылып, барлық өнерімізді төгіп, жастар бақытты болсын, шаңырағы биік болсын, босағасы берік болсын. Осындағы ағаларының, апаларының жолдарын бере берсін. Рахмет, енді апалар рұқсат берсеңіздер, көкемнен де бір тілек алайын, көке той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Баршаңызға амандық саулық тілейміз. Марат, Гүлзей, бүгінгі мына құдалықтарың құтты болсын. Жаңа құдалардың төрге шыққаны құтты болсын. Мынамыз Нұрсұлтан менен келіннің бүгін құдалығына жиналып отырғанбыз. 2 жасқа бақыт тілейміз, өмір жастары жоқ болсын, өзіміздің жолымызды қуа берсін, үлкен азаматтар болсын, елімізге танымалы, ел жұртымызға жанашырлы азаматтар болсын. Сол құдалықтарыңыз құтты болсын, той құтты болсын, той боласын, баршаңызға осындай той құтты болсын. Рахмет, шынында да сіздер сияқты ақсақалды ата бола берсін, ғұмырлы болыңыздар. Ал енді апаларымыздан тілек алайық. Апа, той құтты болсын. Құрметті құдалар, мына құдалығымыз құтты болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына қайынмайнының Гүлзейген құтты болсын, той құтты болсын айнымайын. Мына жастар Нұрсұлтан бақытты болсын, өсіп өнсін, бір қаласа солардың небере шөбере көріп, ортасында ойнап өліп, ақсақалды сары түсті, кемпір шал болып айналайын. Солардың қызын көріп жүре беріңдер, тойларын той қыласын айналайын. Ал Еркежан Гүлзей бүгін жасап атқан тойларын құтты болсын, Құда қаласа. Мінекей үлкен той жасап Нұрсұлтанға, Құда қаласа. Нұрсұлтанмен келін бақытты болсын, өссін, өнсін, өбірі шөбірі болсын. Бүгін Нұрсұлтанның, Құда қаласа, не тойына келсе, келін тойға келсе, Құда қаласа, одан кейін 5 тойға келейік, Құда қаласа. Сол күндерді Алла тағала нәсіп етсін. Мына құдалар, мына 2 жақтағы арамыздағы алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Сіздер де той көріңіздер, бақытты болыңыздар, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Біздің мынау қуанышымызға ортақтасып, келіп отырғандарыңызға сіздерге мың алғыс. Сіздерде де үлкен той болсын деп, сіз біздің жоғалмай осындай үлкен дастархан басында ойнап көліп. Қошемет тұрмасаңыздар жанбай қалады, қошемет тұрмаса, көрдіңіздер. Шыққандарыңыз құтты болсын, мына 2 жас сендер де өздерің құсап балдарың осындай той болып тойларында шөбере немерелерін шуылтып ертіп жүре беріңдер, Құдайдан тілеп қаламыз. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалық 1000 жылдық, 900 жылдық дейді. Құдалығыңыз аса берсін, ата берсін. Мына 2 жас бақытты болсын, той болсын, шөбірі болсын балдар. Sonra kız kontak meşhur kesinlikle. Жақсылықтар болсын да, дастарханға әрдайым осындай жақсылық қуанышқа жайыла берсін, аманшылық болсын, бір бақыт болсын. Аманшылық болсын, денсаулық болсын, той болсын, жастар бақытты болсын.
Ой, рахмет ағайын. 10 адам тілек айтты, бір адамды қошемет қылып қойыңыздар, 10 адам тілек айтқанда. Қазақтың қарны ашылса қанға да сәлем бермейді деген сөз бар да ағайын. Соның дәлелін көрсетіп қоймастар. Столға қарап тұрсам, белка, қасық, стаканның ғана дауыс шығып отыр ағайын. 10 адам тілек айтқаныңызда ара-арасында бір қошеметтің дауысын шығарып қойыңыздар ағайын. Әулеттің үлкендері тілек бастап жатыр. Рахмет қадірменді аталар, аналар. Тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл, белден қуат білектен күш кетпесін. Біздің де Алладан тілеріміз, Алла Тағала Нұрсұлтан мен Динараға ағайын таусылмайтын бақыт берсін. Сол бақытты көретін Алла баршаларыңызға осындай әдемі уақыт берсін. Жасаңыздар, жайлаңыздар, ойнаңыздар, күліңіздер. Алла Тағала ешқашан шаршатпасын. Марат көке, той құтты болсын. Той боласа берсін ардақтар ағайындар. Той баршаларыңызға жұмысты болсын. Ал енді апалар жайғасыңыздар. Шабыт беретін шабалақтарымыз көбірек керек болады ағайын. Сіздер қошеметті ұрған сайын біз өлең айтуымыз келеді. Енді ел аман жұрт тыныш болсын. Сол амандықтың төрінде ағайын бүгін қауышып жатырмыз. Әрқашанда осылай аман есен жадырап жайнап жүріңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге әніміз жұп болсын ағайын. Дайын болмайды ағайын. Біз өлем айтқан кезде дайын болып қалады бұл кісілер. Ал қойыңыздар астамақ, тарту етейік. Ас келсе, бас келсе, бата сұраға дейміз. Басталып қойыңыз көбі. Мына үлкен құдалардың басына басталып қойыңыз. Басқа асқа бір бата сұраймыз. Ал менде батадан жайыңыздар ағайын. Ана, басқа бір батаға айтып, бас кеп қалды. Амақ көй жетсін. Құда береді ғой. Жақындықты қатты. Алла саламды жайғастырыңыздар. Бүгін деген жақсы әуен бар. Сол бір әуенді құрметтеріңізге тартып етсем ағайын. Бұл енді сырласу бие. Әке, құдағилармен билеуді болады ортаға шығып, сырласып, қалай жағдайыңыз жақсы ма деп. Құдамен құдағи, құдашамен құда бала билейтін бе ағайын бұл. Ал, найзағай көңілдеріңізді құрметті ағайын, той құтты болсын.
Sarsalı yedim ahırı seni Tüsümde gördüm ahırı seni O tüsümde gördüm Yürüyüşüm dedim aynama durup Ağlardım da bolcayı dolup Kaçandı bu pay sabır kayıverim Şarkı eteyimçi ayza kaybolur Şarkı eteyimçi o ayza kaybolur Şay kayından şambırgan beni Boyunda barban ağırda kalır Ağlı bir Uzak şılar bir Soyun kalmalı Ağır kamalın Soyun kalmalı Ağır kamalı Yürüyüşüm dedim aynana durup Ağlardım da bolcayı dolup Kazandı bu pay sabır kayıverim Şarkı eteyimçi ayza kaybolur Şarkı eteyimçi o ayza kaybolur Şalvar gülümdü, gözüme gülmedi Arka senin, şanar kavuşdu Şarap çaksın, kar yağaymasın Arkan gülümdü, kar yağaymasın Arkan gülümdü Yürüyüşüm dedim aynana durup Ağlardım da bolcayı dolup Kazandı bu pay sabır kayıverim Şarkı eteyimçi ayza kaybolur Şarkı eteyimçi o ayza kaybolur Şarkı eteyimçi o ayza Ay rahmet Марат көкем айтқан менің құдалығымда анаграмма айтып менің басым ауыртпа деген ағай біз енді қолдан келгенше жан дауыспен өлең айтып жатырмыз тыңдарманға да ұрып жатқан қошеметке де адал болсын деп ардақтар айтады қолдан келгенше бүгін мына тойға келіп әнді құрметтеген өнерпаздарды құрметтеген той иесін құрметтеп қошемет ұрғандарға рахмет деп мен басын иіп қояйыншы ағай қошемет ұрып жатқандарға қошемет ұрып жатқандарға негізі ағай бұл қошеметтің пайдасы көп мына қошемет ұрып жатқандарға айтайын қошеметтің пайдасы көп екен ағай қошемет ұрып жатқан адам ауырмайды екен мына медицина жағынан соны тексеріп көріпті қошемет ұрып жатқан адам ауырмайды екен ағай мынау ауырған ұшады болмайды екен одан кейін бұның пайдасын айтайын ба қошемет ұрсаң алақан қызиды алақан қызса алақан қышиды алақан қышса не болады ақша келеді көрдіңіз бе әпке пайдасын мұрын қышса не болады әпке мұрын қышса арақ ішіп қойыңыз моллалардың да мұрны қышитын шығар мұрын қышса түшкіреді екенбіз табан қышса не болады табан қышса табан қышса қыдырамыз билейміз жол жүреміз көрдіңіздер ма қазақ деген қасиетті ел екенбіз ағай қазақта бірдеңке болу үшін бір жеріміз қышып тұру керек ағай сіздерден бір өтініш бүгін алақанды қышып отырайықшы ағай мұраты қошаметті сынап емес мына 2 жас бақытты болсын мен Марат көкем той құтты болсын деп сыйлап беріп отырыңыздар ағай ал енді қадірмен жастар ағай мен бүгінгі тойдың бір тәтті тілегін жылы лебізін жалғастырайын енді әдемі тілекті жылы лебізді бүгін Марат көкеміздің төріне төрлетіп шығып жатқан лилиядай сұлу қызды өсірген құтты жерінде қондырған Ерман құдамыз бен Гүлайна құдайымызға тіреулес болып келген
бүгінгі Делияның аталары келіп жатыр, апалары келіп жатыр, ағаштары келіп жатыр. Мен сол кісілерді әдемі тілектің төріне шақырайын. Енді құдалар, тілекті кішкене топтайын. Той басында баршаңызда бір кешірім сұрап алайын шағай. Баршаңызда бір кешірім сұрап алайын. Бүгінгі тойда біріңізге тілекті ерте беріп, біріңізге кеш берсем айыпқа бермайсыздар. Жаңылмайтынша сүрінбейтін тұяқ болмайды ағай. Пенде болған соң жаңылсамыз. Баяғы бір көкеміз осындай тойға кілемін арқалап барып арқалап қайтқан екен. Сонда тәсір сұрап жатыр дейді, көке, мына кілемді неге қайтып алып кетіп бара жатсың десе, тойға барған едім, маған тілек бермеді депті. Енді тілек бермеген болса, апарған тойына немереге тастап кетпедің десе, жаңа көкем айтады дейді, қарағым тыныш отыр еді. Ол құтты кілем осымен үшінші тойдан қайтып деген екен ардақтар ағайын. Енді осы тойдың төрінен талып жатсаңыздар, ағайын әдемі тілекті тыңдайтын боламыз. Мен сол әдемі тілекті жылы лебізді төрлетіп төрге шығып жатқан бүгінгі құдалар құрамын көшіп бастап келген барша аналарымызды, құдаларымызды, нағашыларымызды, балаларымызды тілектің төріне шақырамын. Ал енді құдалардың ішінде ұлағатты үлкен аламыз Сапаргүл апамыз келіп жатыр. Той құтты болсын деп ағайын. Немере тойдың төрінен талып жатқан Сапаргүл апа, немере той құтты болсын. Алла ұзағына сүйіндірсін. Нұрлан құдаларымызды, Қайырбиса апамыз бен Қалида апамызды осы тілектің төріне шақырамыз. Ер жігіттің 3 жұрты бар. Соның ішіндегі шылшылен нағаш елде бабаларымыз бағасын берген. Енді Делия келініміздің мен нағашыларында шақырайын осы тілекке. Бөлмейін де қайна, таразың басын тең ұстайын. Рахима нағаш апамыз келіп жатыр ағайын. Гүлайнадай құдағилы ананы өсірген ана келіп жатыр. Рахимам апа, немере той құтты болсын сізге де. Ал енді сонымен болса Төребек нағашы келіп жатыр тойымыздың төріне. Сайлау бөле дейді. Әбдімүтәл Қанза бөлемін құдамызға солай ма? Қанзабекті айтыр құда жазын мен нағашы, енді есіміңіз амалға. Темірқұл құдамызды, Зейнеп нағашы нақпемізді. Сонымен қоса Нұрниса апамызды, Майра, Гүлзипа нағаштарды осы тілектің төрінде қошемет, құрмет, әндетіп, сәндетіп, бір билетіп қарсылайықшы. Жаңа құдалар келіңіздерші, тілектің төрінде бір әдемілеп қарсылайық. Құда деген бұлай жүректі бір билет келіңіздер, көрсетіңіздерші. Мен негізі жаңа есімдері аталған құдалар, құдағилар деп едім да. Сіздер жай-жай жүрсіздер ме? Мына кісілер билеге кешіп кеттіңіздер ме? Қайтып отырасыздар өзіңіздер. Мен жаңа нағашылар мен үлкен құдаларымызды, құдағиларымызды шақырған боламын тілекке. Асықпаңыздар әлі. Әз мәкем ойлап қалады мен мына асабайының асық секілді. Дұрыс па мәкем? Жаңа есімдері аталған құдалар шақырып жатырмын мен. Жаңағы Ақкөңілі той ана беретін адам шақырып мәсеге басқарыңыздар. Жайғаса тұрыңыздар, сіздер арнайы тілекке шақырам бересің. Ассалаумағалейкум. Қадірменді төрлетіп төрге шыққан құдалар, мейірімді ақшалықты аналар, тойларыңыз құтты болсын. Жақсылар, Алла ұзағына сүйіндірсін. Біріңізге немере, біріңізге шөбере той, шөп-шөптің қолынан айтылаңыздар. Ал енді Алла Тағала бүгін тойдың төрінде бір әдемі тілек айтуды сіздерге нәсіп етті, құдалар. Енді ұқсат болса, нәсіп еткен тілекті кімден бастаймыз? Үлкеніміз. Апалардан бастаймыз ба, құдалардан бастаймыз? Ер азаматтан бастайын, 70-дегі әйел 7 жасар баланың алдында бата бермейді дейді. Сондықтан құдалардан бастаймыз. Бір шеттерде той құтты болсын. Қайсы нағаш? Үлкен нағашымыз. Келіңіз, нағаш той құтты болсын. Рахмет тамада. Құрметті құдалар, құрметті құдағилар.
бүгін мен мына жаңа құдаларды, жаңа құдағиларды көріп өте қуанып отырмын. Осы тойханаға өзім бірінші келген біз екі нағашысы. Ташкенттен келіп. Өте жақсы адамсыздар. Түрлеріңіз айтып тұр. Енді 2 жасқа келетін болсақ, біз жаңағы Ерманның семьясын өте құрметтеймін. Себебі өзімнің мына Ерманның үйінде келінім оқытушы математик. Мына сіздерге ең бір жақсы қыздарын келін қылып ұзатып отыр. Мына Дарын мектебін алтын медалға бітіріп, өзінің күшімен мединститутқа кіріп, бюджетті оқып жатыр. Мен әр Ерманнан келінімді көргенде айтамын, кішкене жер қалай оқып жатыр? Бірінші жағдайын сұрамасам да соларды сұраймын. Ілажы болса, мүмкіншілігі болса, сол қызымыз күшті бір кардиолог болып шықсын деп тілеймін Құдайдан. Қала берсе, мынау күйеу балама қоса қарысын. Құдамынан құдағиды тек қана қуантып жүрсін. Үйлеріңіз қуанышқа толсын. Рахмет. Енді эстафетаны сіздерге тапсырдық. Қызымызды медаліменен, басқасыменен. Енді сіз қызыл дипломынан мединституттан кардиолог шығарсаңыз, болды Құдайға. Сөз бересіз ба? Рахмет. Барлығымызға да сондай перзенттер жұғысты болсын. Осы тұрғандар, осы жерде қатысып жатқандар, сондай перзенттерді өсіру, тәрбиелеу, мектепті бітіріп, алтын медал алу барлығына нәсіп етсін деп Құдадан тілеймін. Рахмет. Той көріңіз Құда, жүректен шыққан тілегіңізге мың алғыс, қонырды болыңыз. Енді әрмен қарай тілек жалғастырайық. Құдай көрің. Нағашылардан ұсынамыз ба? Үлкен нағашылар, келіңіздер, той құтты болсын. Құрметті құдалар, Өзбекстан асып келіп отырмыз осы жерге. Бізде мынандай не дейді, көшіп бұл әңгіме айта бермеймін. Айтатынымыз, айтатынымыз осы екеуміз уақыт болсын. Құдағилар, сіздер аман болыңыздар, басқасы болыңыздар. Айтатын тілегіміз сол. Рахмет. Рахмет ағза сөз берген. Құдағи, мына құдалықтарымыз мың жылдық болсын, мына жастарымыз бір-біріне бақытты болсын. Әйтеуір осы екі елдің ортасына көпір салушы жастар ғой. Жастарымыз бақытты болып, әйтеуір сіздің үйіңізде біздің қызымыз бақытты семьялардың бірі болды. Алдарыңыз біздің елге жақсы бір күйеу емес, ұлдай болып өздерінің өздері көбейіп, бақытты семьялардың бірі болуына тілектеспін. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Бүгінгі отырысымыз себепкері мына құдаларымыз мың жылдық болсын, мына жастарымыз бақытты болсын, өздерін көбейе берсін, дендері сау болсын, дастархандары жақсылыққа жайыла берсін, тойлар құтты болсын. Рахмет. Мен бірдеңеге риза болып жатырмын. Шақырған қонақтарыңызға, достарыңызға, құдаларға ризамын. Шуламайды. Қарасаң шуламағандығы. Татуы ішіп жатыр, шуламай ішіп жатырмын. Олмайды болғандардың ішіп жатқанда. Негіз көп адам шулап жеді ғой, рахмет. Сіздер ішемеңіздер, сіздерге ішуге болады. Шуламай ішеңіздер болып қылам дейді. Осы шуламай отқандарға рахметтер, шуламай ішіп жатқандарға рахметтер, қошемет қойыңыздар сіздер. Әдемі ішіп жатырған кісілер. Ал енді рұқсат берсеңіздер, мен екі апаны шеттемеймін. Апалардан тілек алайын. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Баласы жақсы ана ешқашан қартаймайды деген ағайын негіз. Міне, ол перзенттің арқасында қартаймай жүрген қос бірдей әшейімізге бір қошемет ұрып қойыңыздар ағайын. Той құтты болсын. Апа, той құтты болсын. Құдай құтты болсын. Құдағи тойлары құтты болсын. 2 жасқа құттығы болсын. Өсіп, өніп, өмірлі болып, бақытты жан болып жүре берсін. Алладан нені тілесек, тілектеріне жете берсін. Осылардың рахатын көре беріңдер. Егере шөбіренің ортасында жүре беріңдер. Нәсіп қыла берсін шөбірелерді. Аман болыңыздар. Апа той құтты болсын.
Құрметті құда-құдағи, осы тойларымыз құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын, өнсін, өссін, өзінен көбейсін. Осы балдар қыздардың рахатын көріп жүре беріңіздер. Ерман, Гүлайна, тойларың құтты болсын сендерде, қыздарың бақытты болсын, дені сау болсын, түскен жерінде ойнап күліп жүруге Алла нәсіп етсін. Майлы, күш келіпсіздер барлықтарыңыз. Рахмет, балаңды өскенше, немереңді өлгенше бағасын дейді. Өздерің сияқты апаларымыз айтқан екен. Шөберенің қызығын көрген екен, арғы дейге осы кетін де білмей қалады деп. Шөп-шөптің қолынан майжалайыңыздар, Құдай қаласа. Менің де Алладан тілерім, аман болыңыздар. Енді Құдалар тілек жалғастырайық. Рахмет. Сөз бергеніңіз. Ерман, келін, мына төрге шыққаныңыздың құтты болсын. Екі жас уақытты болсын, өсіп өнсін. Құда қаласа, биыл 5 жыл болса, биыл 7 жыл болса, енді 5 жыл болсын. Құда қаласа, соның небірлердің рахатын көріп, Құда сіздерді сол күнге жеттік деп рахаттанып, құмарланып, шаттанып жүре беріңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын, жастарыңыз бақытты болсын. Әрдайым жақсылыққа керек отандарыңызға, үлкендерімізге өмір, жастарымызға бақыт тілейміз. Енді 5 тойларға келе берейік. Тамада жігітіміздің даражада ұзақ бола берсін, тойлары көбейе берсін. Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі жасап жатқан құдалықтарыңыз, тойларыңыз құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын, өсіп өніп кете берсін, бақытты болсын. Жалғастыра беріңіз. Ассалаумағалейкум. Болсын, құтты болсын, келі құтты болсын. Гүлайна, Ерман, сендерге құтты болсын балам. Тойла күләсін, тойла қазіне күләсін, жастар бақытты болсын. Шыларының қызығыны көріп жүре беріңіздер, тойла құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Құда-құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Гүлайна, Ерман, құдағи, сіздерге той құтты болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Екі жақ осылардың бақытын бірге көре беріңіздер. Ендігі жылға менеді бесік тойларға келейік, ден саулықта, жақсы дастарханның үстінде көрісіп жүре берейік. Өшедегі барлық тілектер періштенің құлағына шалынсын. Ілайым Аллахым дарғайымда қабыл қылсын. Жастарымыз бақытты болсын. Құдағи, жасап отырған тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өздерінен көбейе берсін. Үлкендердің сөзіне қосыламын. Бақытты болсын екі жас. Естіңіз ме мәке? Үлкендердің сөзіне қосылам деді. Марат құдаңыз айтып еді. Кім тілекке қосылам деп бірінші айтса, соған 5000 теңге беремін деп еді. Қосылам деген сөзді айтқан үшін 5000 теңге ұтып алыңыз, Құдай қаласа. Той біткенше өзін әперемін. Аспайтыңыз. Рахмет, қадірмен құдалар. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұратарыңыз асыл болсын. Құдалар, бұл өмірде күліңіздер. Тек жақсы өмір сүріңіздер. Келесі жылы төрткөздеріңіз түгел, Марат құдаларыңызбен Гүлзей құдағиларыңыздың шаңырағында аман есен бесік тойда шынға жеп жүріңіздер. Аман болыңыздар. Той қаласа берсін ағайына. Енді билетеміз ортаға. Мәке, бір тойдың сәнін келтірейік та. Таудың тау екенін кім біледі, шыңында ақтар жатпаса, судың су екенін кім біледі, сылдыры бұл ағып жатпаса, байдың бай екенін кім біледі, қалтасынан ақшасы төгіліп жатпаса, менің Марат көкем дүбірлетіп той жасап жатқанын кім біледі, құдалары ортаға шығып айқайлап шуылдап билеп жатпаса дейді. Тойдың сәнін келтірейік, ортаға айқайлап шуылдап билейік. Ал басшыларыңыз ортаға биге шақырайын ағайын. Той құтты болсын, той жұқты болсын. Жібер асқар. Жақсы музыкадан жібер, сарайғышқа қоймаған музыкадан жібер.